Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Жаңа Қазақстан. Студиямыздың бүгінгі қонағы Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов. Алтай Сейдірұлы, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Бірден мәселеге көшейік. Мынау елордаға жалпы арман қуып келетін адам көп екені түсінікті ғой. Келгесін әрине жиған тергенін үй алғысы келеді, баспана қай жерде болмасын басты мәселенің бірі. Сөйтетті жаңадан салып атқан ғимараттарға үлескер болып кіреді. Енді осы жерден мәселе басталады, бітпей қалады ғимараттар, қаңырап бос қалатын кез бар, ұзақ күтіп қалады. Енді сіз келгелі осы мәселемен айналысып жатсыз, жалпы осы уақытқа дейін, бүгінгі күнге дейін қанша үлескерлер үйі салынып, қолданысқа берілді, қаншауы әлі де берілмей созылып келе жатыр. Осыдан бастайықшы. Иә, бұл мәселе өзекті мәселе, дұрыс айтып отырсыз. Көп азамат келеді. Мына үлкен қала болғаннан кейін, бас шаһар болғаннан кейін азаматтар өзінің жиған тергенін алып, сол өзіне баспана алғысы келеді. Өкінішке орай, осы мемлекеттің сенімін, сол біздің азаматтардың сенімін ақтамаған, одан бөлек алдап кеткен алаяқтар болды, қылмыскерлер болды. Ондай мәселе бар. Ол проблеманы жоққа шығара алмаймыз. Бірақ мемлекет өзінің қамқорлығына алып, сол енді зардап шеккен азаматтарды қолдап, президенттің тапсырмасына сәйкес үкіметтен қаражат бөлініп, ол мәселелер бірте-бірте шешіліп келеді. Егер мына цифрлармен айтатын болсақ, осы 2019 жылы 16 мың отбасы мүшелері немесе үлескерлер өзінің жаңағы пәтер кілтіне жете алмай жүрген жылдар бойы соншама азамат болды. Осы атқарылған жұмыстың нәтижесінде бүгінгі таңда 13 мыңнан астам отбасының үлескердің мәселесі шешілді. Ол енді күрделі мәселе, себебі сол тұрғын үйлердің құжаттамасы жоқ, жобалық сметалық құжаттамасы, немесе ескіріп қалған, бағалар бұрынғы, қаржылық модель құрастырылмаған, тиісті қаражат бөлінбеген, немесе соттасып жатқан, немесе бір пәтерді 2 немесе 3 адамға сатып жіберген, жаңағы котлован қазып қояды да, жоқ үйді сатып жіберген, мысалға 600 пәтерлік болатын көпқабатты тұрғын үй, тек қана котлованы қазылған, ал жай бос ауаны сатып жүрген деуге айтуға болады. Ондай мысалдар қаншама. Соның барлығы біртіндеп шешіліп келеді. Енді бізде алдымызда тұрған мәселе сол 3 мыңға жуық отбасы қалды. Ол енді қыруар жұмыс жасалды, бірақ көптеген қаражат бөлінді бюджеттен. Оны бірақ біз енді қайтаруымыз керек. Бюджетке қайтару керек. Иә, әрине, оны мемлекетке қайтару керек. Сол жұмыс жүріп жатыр. Бірақ бәрін отырып, енді мемлекеттік бюджетке қол жайып отыра бергенде дұрыс емес. Қай нысанда, мысалға, инвесторлар тартуға болады, біз ол жұмыс жасап жатырмыз. Мысалы үшін, Садовый квартал деген тұрғын үй кешеніне біз жеке инвесторды шақырдық. Ол өзінің қаражатын толықтай құйып жасап жатыр. Бірақ біз оған жер телімін беріп, жаңағы инженерлік желілермен көмектесіп жатырмыз. Сонда ол енді өзінің жұмсаған қаражатын қайтарып, жаңа бизнес модельді құралады. Аниса деген тұрғын үй бар. Ол жерге де жергілікті компания өзінің 18 миллиард теңгесін құйды. Соның есесіне біз қасынан жер бердік. Инженерлік желілермен көмектесіп жатырмыз. Сөйтіп бірлесіп мәселені шешпесе, тек қана бюджетке қарап отыра берген болмайды, себебі ол бюджетке, мемлекеттік қалтасына, қазынаға салмақ түседі. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа қалған 3 мың адамның мәселесін қашан шешу жоспарда бар? Оның бір бөлігі осы 2022 жылы, қалғаны 2023 жылы аяқталатын болады. Тұтастай алғанда негізгі мәселе ол енді шешімін тапқан, бірақ енді қалған уақыттың еншісінде. Ол енді басталған үйлерді бітіріп аяқтау керек, оның тиісті қаражат бөлініп жатыр. Рахмет. Енді осы баспана мәселесін ары қарай жалғастырсақ, мынау әлеуметтік баспана деген бар ғой, өзіңіз жақсы білесіз, елорданың көбісі жастар, жақтан келіп жатқан, жиналып жатқан, оларға керек қолжетімді баспана. Осы жағын айтып берсеңіз, Астанада осы әлеуметтік қанша баспана салынып жатыр, салынады немесе? Иә, бұл да бір өзекті мәселе, себебі жастарға да үй керек, жұмыс жасайтын жастарға әсіресе. Сонымен қатар бізде әлеуметтік осал топтар бар. Ол мысалға аз қамтылған отбасылар, көп балалы аналар, жалғыз басты аналар, немесе толық емес отбасылар, зейнеткерлеріміз бар. Оның ішінде біздің бюджеттік мекемелерде істейтін мұғалімдеріміз бар, дәрігерлеріміз бар, немесе полицияда істейтін, немесе өрт сөндіру қызметінде, мәдени салада, спорт саласында істейтін. Олардың да мысалға анау айтқандай кәсіпкерлер емес, олар бірден үй ала алмайды, оның жалақысы жетпейді дегендей. Сондықтан олардың барлығы тұрғын үй заңнамасына сәйкес кезекте тұрған азаматтар. Бүгінгі таңда 48 мыңнан астам біздің азамат кезекте тұр. Өз қолжетімді баспана пәтерлерін күтуде.
Біз жыл сайын тұрғын үйді көптеп салып жатырмыз. Президенттің тапсырмасына сәйкес біз осы соңғы жылдар 3 еседен астам қолжетімді баспананың санын арттырдық. Бірақ мынау кезекте тұрғандардың сандары да көбейіп келеді. Ол енді мынау үлкен қала үлкейген сайын ол мәселе өзектілігі де артып келеді. Халықтың санына байланысты. Сондықтан біз отбасы банкпен бірге, мына біздегі Байтерек холдингі бар, бізде үкіметтен бөлінген мемлекеттік бағдарламаға сәйкес қаражат бар, орталық мемлекеттік орган бар, индустрия және инфрақұрылым министрлігі бар. Солармен бірге осы тұрғын үйдің санын арттырып келеміз. Қазір енді білесіздер, нарықта жағдай барлығы оңай деп айтуға болмайды. Сондықтан біз өзіміздің жергілікті инструменттерді қолданып келеміз, құралдарымыз бар. Мысалға бізде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация бар. Сол арқылы біз жер телімдерін беріп, құрылысшыларға айтамыз. Осы бір бөлігін салып жатқан үйлеріңіздің бір тұрғын үйдің есебін айтамыз. Бізге қолжетімді бағамен беріңіз. Мемлекетке тегін берудің қажеті жоқ. Біз сатып аламыз. Отбасы банкпен мысалға егер қазір нарықта бір 400 мың өзінің шаршы метріне болатын болса, біз 300 мыңнан алып жатырмыз. Ол біріншіден уақытты үнемдейді. Егер біз өзіміз конкурс жариялап, жобасына экспертизадан өткізіп, қайтадан құрылысқа конкурс жариялайтын болса, 36 айда жұмсайды екенбіз. Ол уақытты көп алады. Одан кейін қаражаты да көпке түсіп жатыр. Сол үшін біз құрылысшыларға айтамыз, осы 12 айдың ішінде бітіріп беріңіз. Біз сізге осы қолжетімді бағамен алайық. Ол біріншіден жер телін беріп, инженерлік жерлер тартып берген кезде оларға да жақсы, өзінің қалған жеріне, өзінің үйін сатып, коммерциялық мақсатта қолдана берсін, сата берсін. Себебі оған да сұраныс бар. Ал қолжетімді жағын біз қамтамасыз етуіміз керек. Сондықтан ол кәсіпкерлермен бірге, құрылысшылармен бірге осыны атқарып жатырмыз, мемлекеттік органдармен бірге. Бұл енді мемлекет пен жеке инвестордың тағы да бір серіктестігі деп айту керек. Сонымен бірге бізде құрылыс индустрияны дамытып жатырмыз. Осыны біз ары қарай қарқын түсірмеуіміз керек. Мысалға бізге үй құрылыс комбинаттары бар. 3 комбинат бар қазіргі уақытта. Сосын темір бетон шығаратын, әртүрлі құрылыс материалдарды шығаратын зауыттар салынып жатыр. Кірпіш шығаратын зауыт іске қосылмақ осы жаз айында. Немесе есік, терезе, басқа да құрылыста қолданатын дүниелерді шығарып жатыр ғой. Солардың бәрі ол біздің экономикамыз. Біріншіден жұмыс орындары, салық төлеу, өзімізге қажетті заттардың барлығы біз өзімізде шығарады деп айта алмаймыз қазір. Себебі лифтлерді сырттан алып келеміз. Немесе басқа да құрал жабдықтарды сырттан алып келеміз. Соны егер барынша біз өзімізде шығаратын болсақ, біріншіден өзіміздің экономикамызға жақсы, қазақстандық қамтуды күшейтеміз, жұмыс орындарды ашамыз, сосын қаражат инвестиция өзімізде қалады ғой. Соны тұтастай осы мемлекеттік бағдарламаның аясында іске асырылудамыз. Түсінікті. Енді тағы бір мәселе бар. Мынау күн суытса, жалпы көмірдің түтініне тұншығып қаламыз ғой, Астанада жасыратын ештеңесі жоқ. Осыған байланысты елорда толық қашан газбен қамтылады және оның газды қосудың бағасы қандай болады? Қымбат болып кетпей ме? Иә, сіз өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз. Қазір газ тарту жұмысы жоспарға сәйкес жүруде. Біз Алматы және Сарыарқа ауданында 680 шақырым газ желілерін тартып жұмысын аяқтадық. Енді қазір үймен үйге газ қосу жұмыстары жүруде. Оның енді өзінің құны бар. Біз инженерлік желілерді газ трубасын мынау үйдің есігіне дейін алып келіп береміз. Қорғанына дейін. Ары қарай үйдің ішіне кіргізу, оны біз мемлекеттік бюджетті жұмсай алмаймыз. Ол жерде біз газ есептегіш құралын жасап береміз, счетчик дейді. Сол есептегіш құралын тегін қойып береміз. Ал үйінде өзінің пешін газға ауыстыратын, ол енді азаматтар өздері сатып алу керек. Енді оның тиісті құны бар, енді ол пеш бізде жасалмайды. Ол енді негізінен Ресейде, немесе Кореяда, немесе басқа да мемлекеттерде жасалады. Содан басқа да өз құрал жабдықтар бар. Оның өзінің құны бар. Ал біз қазір аз қамтылған отбасыларға мемлекеттен көмек беріп жатырмыз. Оның өзінің тиісті талаптары бар. Бұрын 160 мыңға жуық теңге болатын болса, қазір оны біз мәслихатта, қоғамдық кеңесте талқылап, жергілікті бюджеттен қаражат бөліп, 400 мыңнан астам қаражат беретін болдық. Ол енді едәуір жақсы қолдау деп айтуға болады. Иә. Сосын біз Халық банкпен келісіп, пайызсыз несие беру ол жағында қарастырып жатырмыз. Сондай тиісті өзіміздің қолдау механизмдері бар. Одан кейін сол жерде лицензиясы бар, газды қосатын мекемелер бар. Олармен де жиі кездесіп айтып отырамыз. Сіздер халыққа қызмет көрсетер кезде бағасын шарықтата бермеңіздер. Себебі енді ол енді қанша айтқанмен ол шығын ғой. Бізде әрқайсының жағдайы әртүрлі.
әр отбасының жағдайы әртүрлі. Жұмыс істейтіндер бар, жалақысы көп бар, жалақысы аз бар, жұмыс істемейтіндер бар, аз қамтылған отбасылардан. Сонан бәрінен тұтастай айналысудамыз. Ал қалған 2 ауданға, Есіл ауданына, сонымен Байқоңыр ауданға қазір газ тарату желілері жұмыстар жүруде. Ол Есіл ауданындағы, мысалы үшін, бізде Үркер бар, Илинка, мынау аэропорттың жолындағы аудан бар, пригородный деген, одан бер жақта Family Village деген бар, сосын Тельман бар. Соларға біз келесі жыл, 23 жыл газды өткіземіз. Сосын бұл жерде Шұбар бар. Ол жерге қазір тиісті құжаттамалар дайындалып жатыр, жобалық сметалық. Ал оған да 2023 жыл газды тартатын боламыз. Газ құбырлары салынып жатыр. Иә, газ құбырларын саламыз. Ішкі көшемен тарату желілерін ендігі жыл саламыз ол аудандарға. Ал жаңағы айтқан Алматы мен Сарыарқа ол желілер аяқталды, салынып бітті. Енді үй мен үй газға қосылу жүріп жатыр. Одан бөлек біздегі ТЭЦ бар ғой, жылыту желілері. Ол жердегі су жылытқыш қазандықтарды біз газға көшірдік. Ал мынау көмірмен энергия шығаратын қазандықтарды ол әлі газға көшкен жоқ. Себебі ол газдың бағасы мен көмірдің бағасы айырмашылығы бар. Мысалға, көмір егер 3,5 мың теңге тұратын болса, газ 39 теңге. Ол енді біздің электр тарифі 10 есеге қымбаттап кетуі мүмкін. Сондықтан қазір оны біз газға өткізген жоқпыз. Біз жылыту қазандықтарынан бастадық. Сонда жаңа өзіңіз айтқанда шын мәнінде де қыс айында жел жоқ, аяз тұрған кезде бізде көк түтін тұрады. Иә, түтіннің иісі тұрады. Себебі тек қана жеке секторда бізде 500 мың тонна көмір жағамыз бір жылыту маусымында. Көрдіңіз ғой, қаншама жаңағы ауа ластайтын заттар осы көмір арқылы келіп жатыр. Сондықтан толықтай газдандырған уақытта біз қаламыз едәуір тазарып қалады. Біздің енді тынысымыз кеңейіп қалады деп айтуға болады. Себебі біздің мақсатымыз осы қаланың экологиясын жақсарту. Себебі халықтың саны көбейген сайын көліктің саны көбейеді. Көліктің саны көбейген сайын ауаға ластайтын енді зиян қалдықтар шығады. Одан бөлек жаңағы біздің жеке сектордағы қаншама үйлер түтін шығып көмір жағып отырады. Оны газға қосатын болсақ, одан кейін жаңағы ТЭЦ-тағы су жылытқыш қазандықтарын газға көшіретін болсақ, біз жақсы тазарып қаламыз. Осы міне біздің қаламыздың ауасына азаматтардың бейнеті азаяды. Енді көмір жағу, оның күлін шығару, оның барлығы енді үлкен еңбек қой, бейнет қой. Сондықтан газға көшіру мәселесі өте маңызды жұмыс. Негізгі жоспарлардың бірі. Түсінікті. Енді Алтай Сейдірұлы, мынау енді бірер күннен кейін 6 шілде келе жатыр. Жалпы жыл сайын осы кезде бір халыққа қажетті бір мекеме ғимараттардың жаңағы қиыла тұсауы кесіледі деген секілді ашылып жатады жаңадан. Биыл қандай жоспар бар? Қандай нысанның жалпы лентасын қою бір ойда бар ма? Жалпы қандай іс-шара болады? Иә, енді әрбір мерекеде бір жақсы нәтижемен атап өткіміз келеді. Енді ол мақсат бір той-тойлау емес. Құрылыс нысандарын ашсақ, ондай жоспарымыз бар. Мысалға 600-ге жуық отбасы үлескерлер өзінің кілттерін алатын болады, өзінің пәтеріне ие болады. Иә, осы қала күніне орай жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге 300-ден астам отбасы кезекте тұрған азаматтар өзінің кезекте тұрған пәтеріне қол жеткізеді. Сонымен бірге біз аула кеңістіктерін, қоғамдық кеңістіктерді дамытып жатырмыз. Біз биыл 200-ден астам ауланы абаттандыру, қайтадан жаңағы балалардың спортпен айналысатын, балалар ойнайтын алаңдарды салу жоспарлағанбыз. Соның 100-і осы қала күніне қарай аяқталатын болды. Ол әрбір 4 ауданда, мысалы үшін Сарыарқа ауданында, Байқоңыр, Алматы ауданында, Есіл ауданында және жаңа қоғамдық кеңістіктер. Сонымен бірге осы жаз айында біз жаңа көпірді іске қосқалы жоспарлап отырмыз. Ол мына Ұлы Дала көшесіндегі жаңа вокзалға баратын көпір. Тек күтіп отқанымыз қазір кейбір құрал-жабдықтар Европадан келе жатыр. Соны ғана күтіп отырмыз. Әйтпесе қалған жұмыстардың бәрі бітті. Бұл енді мынау көрші елдердегі санкцияға байланысты кішкене мерзімі созылып жатыр. Егер сол келген бойда бірден көпірді ашамыз. Ол мынау деформационный шов деп айтады. Сол қазір шекарада тұр. Сол шекарадан өткен бойда біз көпіріміз дайын. Соны ашуды жоспарлап отырмыз жазда. Ол біздегі сол жағалаудағы көлік кептелісін кішкене жеңілдететін болады. Себебі мынау білесіз ғой, қазір Мәңгілік елде Түркістан көшесіне сығанақ барлық жұмысқа баратын кезде, жұмыстан қайтатын кезде көлік кептелісі байқалады. Егер сол жаңа көпірді ашатын болсақ, оң жағалау мен сол жағалаудағы қарым-қатынасты тағы да жеңілдететін болады. Ал енді мынау тәуелсіздік көпірі, ол келесі жылы ашамыз. Тәуелсіздік даңғылындағы көпір, ол да бір жақсы бір нәтиже болатын болады. Ол келесі жылға жоспар. Түсінікті. Көпір демекші жалпы байланыс қатынасты айтып отырсыз ғой, еске түсіп отыр. ЛРТ мәселесі жалпы жыр болды ғой, өзіңіз жақсы білесіз. Естіріп тастау керек деп болмаса, ары қарай салу керек. Түрлі пікір бар. Осы мәселе не болады, қалай шешіледі? Иә, бұл енді көкейтесті мәселе ғой, енді көптен бері талқылап жүрген. Бұл да бір сақалды
мәселе деп айтуға болады. Оның өзінің тиісті проблемалық тарихы бар, оны бәрі біледі. Оған уақыт жоғалтпай ақ қояйық. Бірақ қазіргі уақытта мынау салынып қойған нысандар, мынау көріп отырсыз ғой, мынау бетонмен салған, әрқайсысы бір 220 тонна салмағы. Одан 500-ден астам осындай жаңағы опор бетоннан салынған құрылымдар тұр. Оған қыруар қаражат жұмсалды. Оған тиісті біз мемлекетіміз займ алды, қарыз. Ол кредит қойын қайтару керек қой. 475 миллион ақш доллармен. Ал біз енді Қытайдағы әріптестерімізбен консорциуммен келісімшарт жасалған ғой, кезінде мемлекет міндеттеме алды. Оның негізгі бағасы алғашқы 1,8 миллиард ақш доллары. Солай болған. Енді жаңа 475 миллион ақш доллары алынды. Оны енді біз жыл сайын қайтарып отырмыз бюджеттен процентімен бірге. Мысалға, ол кезінде Қытайдың даму банкынан 4,9%-ке алған доллармен. Оны біз ішкі банктерге ауыстырып, 3,25%-ке ауыстырдық. Ол енді біз үнемдедік қаражатты. Бірақ дегенмен оны қайтару керек қой. Судың да сұрауы бар, қарызды алған екен беру керек. Ол бюджеттен өтеліп жатыр. Сонымен бірге, енді өзіңіз білесіз, ол бірнеше варианттар қарастырылды, бірнеше жолы. Сондықтан бізде урбанистика орталығына 400-ден астам ұсыныс келіп түсті. Біздің қазақстандық эксперттерден, мамандардан, халықаралық көлік, транспорт мамандарынан, эксперттардан, қаланың тұрғындарынан, басқа да азаматтардан. Соның 51%-тен астамы құрылысты аяқтау керек дейді. Әсіресе мамандар айтады, ол басталған жұмыс, ол болашақтың еншісіндегі жоба ол. Себебі қала тұрғындар саны көбейіп жатыр, кептеліс болып жатыр. Ол жасалған жаңағы ЛРТ-ның бойында, мысалы үшін аэропорттан бастап қарай беретін болсаңыз, көптеген нысандар бар. Ол жерде құрылыс қарқыны жүріп жатыр ол ауданда. Үлкен жаңа мешіт салынып жатыр, ол жерде 30 мың адам келетін болады. Бері қарай Қабанбаймен келетін болсаңыз, Қосшы жақтан күн сайын Ақмола облысынан 25-30 мың көлік кіреді. Қала тұрғындары бар ары бері жүретін. Жерде университет бар, қасында мегасилкой бар. Бер жақта спорт нысандары бар, Астана арена, Алау, мұз айдыны, велотрек. Бер жақта үйлер салынып жатыр, ботаникалық саябақ бар. Бер жақта Әл-Фараби мешіті бар, бұрылғанда Сығанақта үлкен Қазақстан үлкен кешен салынды, Абу-Даби плаза, 97 қабат. Ол жерде үй болады. Ары қарай Мыңжылдық аллеясы, жаңа вокзал, Мыңжылдық аллеясы осы 3-5 немесе 7 жылдың ішінде толық салынып бітеді. Ол жерде жаңа мектептер, тұрғын үйлер қазір бой көтеріп жатыр. Сонда осы жерде егер біз оны салатын болсақ, халық жүретін болады. Егер жұмсалған қаражатты қарайтын болсақ, мысалы үшін бірінші вариант бәрін толық бұзып тастау деп айтты. Сондай ұсыныс та келіп түсті. Бірақ жаңағы айтқан бетоннан салынған құрылғылардың бәрін бұзу үшін 20 миллиардқа жоқ теңге керек екен. Ол қайтадан қаражаттан бюджеттен бөлу керек қой. Біріншіден оны салу үшін қаншама қаражат кетті, енді бұзу үшін тағы қаражат. Түсіндіңіз ғой, ол енді ол дұрыс емес болады. Себебі ол мемлекеттік бюджетті тиімді пайдалану керек қой. Екінші мәселе мынау урбанистикалық мысалдарды қарады. Егер мынау жаңағы жаяу жүргіншілер немесе вело жүретін немесе қоғамдық кеңістіктер, ол бүкіл мынау 22 шақырым кеңістікте оны жасауға мүмкіндік жоқ. Егер жасаған өзінде өте қымбат дүние болады ол. Сосын біздің қысқы күзгі мезгілде есептейтін болсаңыз, тек қана жазда оны қолдануға болады да, басқа уақытта қолдана алмайсыз. Кәдеге жарамай тұрады. Кәдеге жарамай тұрады, иә. Онымен бірге мынау жұмсалған жаңағы айтқан қаражатты есептейтін болсаңыз, ол өте қымбат болады. Ол да енді іс жүзінде болмайтын болды. Сосын басқа транспортты қарадық. Қытайда мысалы үшін сонда эстакаданың үстінде автобус жүреді екен. Оны қарадық біз, оны да мамандар ұсынып, егер ол жерде мысалға электробустар жүргізетін болсақ деп. Бірақ біздің Қытайдағы әріптестеріміз есептеп, ол енді алдын ала жоспарланған кезде инженерлік желілер, құрылғылардың барлығы ол жаңағы легколесный транспорт, сол ЛРТ-ға жоспарланған, оны енді өзгертуге болмайды. Себебі оның барлығы қайтадан уақыт, қайтадан қаржы. Сол үшін енді қайтадан қайтып келдік. Қаланың жаңағы өсу қарқын, қала тұрғындарының жерде нысандардың бәрін басталған жұмыс, сосын келісімшарт жасалған, ол енді халықаралық міндеттемелер алынған. Ол жерде арбитраж деген бар, соттасу мүмкін. Ол партнерлар, біздің әріптестеріміз бізге хат жіберді. Егер сіздер қаражат бермейтін болсаңыз, жұмыс тоқтататын болсаңыз, демек сіз міндеттемеңізді орындамадыңыз деген сөз. Біз өзіміздің міндетімізді орындап жатырмыз дейді. Біз сіздерді сотқа береміз дейді. Түсіндіңіз ғой? Сонда енді түбіне келгенде оны аяқтау абзал болып тұр. Бірақ үнемдеу керек. Қазіргі жағдайда оны бітіру үшін тағы да 1 миллиардтан астам ақш доллар қажет. Себебі келісімшарттың бәрі доллармен бекітілген ғой. Сонда біз мына 18 станцияның орнына 8 станция қазір егер салсақ,
Одан кейін жаңағы мына жүру темір жол состав бар ғой. Сол 19 болатын болса, қазір 5-еуге азайтсақ, сонда интервал 15 минут болады. Азаматтар пойызды. Екеуі бір бағытта, екеуі екі бағытта, екінші бағытта, біреуі жаңағы резервте тұрады. Сонда интервал 15 минут болады. Сонда үнемдейміз 1 миллиард емес, 577 миллион ақш доллар керек екен. Екі есеге. Салып бітуге толық. Иә, екі есеге. Иә. Сонда егер қарасаңыз, сонда оны аяқтаған абзал болып тұр ғой. Себебі оны біз кері қайтатын жолдан өтіп кеттік біз. Міндеттемелер бар, жұмсалған қаражат бар, алған қарыз бар. Оның үстіне жасалған жұмыс үшін біз әлі Қытайдың әріптестеріне консорциумға 116 миллион ақш доллар қарыз біз жасап қойған жұмысқа. Соның бәрін тұтастай есептеген кезде 1 миллиардқа жуық қаражат кетіп тұр ғой. Иә, оны қалай тоқтатамыз? Сол үшін егер оны бітіріп, оны жіберіп, азаматтар жүрсе, сол қаланың тұрғындарына пайдалы болады. Қанша уақыттың ішінде ол бітуі мүмкін? Егер қаражатты толық берсеңіздер дейді. Біздің әріптестеріміз Қытай консорциумы 2 жылдың ішінде бітіреміз дейді. Егер үзбей қаражат төлеп отыратын болсаңыздар, 2 жылдың ішінде аяқтап береміз дейді. Оны енді басталған жұмыс, оны бітіру керек. Енді Алтай Сейдірұлы, соңғы бір сұрақ қалды, тағы да мәселені айта кетейік. Стратегиялық нысандарға қатысты сөйлессек, қала үлкейіп келе жатыр деп отырмыз ғой. Жалпы осындай кезде мынау жылумен, сумен қамтуда бір дефицит, жетіспеушілік сезілмей ме? Біз енді журналист болғаннан кейде материал береміз, жазамыз, зерттейміз, бар қаланың ішінде жаңағы су жетпей қалады дейді. Осы ескі ТЭЦ-тің өзі күші жетпеуі мүмкін деп жатыр. Осыған байланысты қандай шаралар бар қолданылатын? Айтып отқан сөзіңіз рас. Ондай сұрақ бар. Ол қазір біздің күн тәртібінде тұрған мәселе. Қала қарқынды дамып келеді. 3 жылдың ішінде біз 8 миллионнан астам шаршы метр тұрғын үйді іске қостық. Оның бәрімен жылумен қамтамасыз етіп келеміз ғой. Енді алдағы уақытта қаншама үй салынып жатыр. Ол ТЭЦ-3-тің 10 жылдан бері, ол да бір сақалды құрылыс болып тұр ғой. 10 жылдан бері біткен жоқ. Оны біз енді жобасын осы 2 жылдан бері газға қайтадан ауыстырдық. Иә. Ол енді алғашқыда жоспарлаған кезде Нұрсұлтанда газ жоқ еді. Қазір газға ауыстыратын болдық. Ол жоба бар. Қаражат бөлінді үкіметтен. Енді мынау мердігер өзінің міндетін енді дұрыс атқару керек қой. Бірақ қайтадан келген кезде қазіргі жағдайға сәйкес ол жердегі қазандықтар Қазақстанда шығармайды. Кейбір құрал жабдықтар, электр желілер, басқалар, шкафтар бар. Олар Европада шығарады, Ресейде шығарады. Сондықтан оны санкцияға байланысты кейбір қиындықтар бар. Бірақ оған қарамай біз енді жоспары сәйкес бітіруіміз керек. Ол бірнеше 2 кезеңде болады. Сонда 420 гигакалория сағатына жылу беретін болады. Бірақ ол жеткіліксіз. Қазіргі салып жатқан үйлерге ол жетпейді. Сондықтан мынау газдандырудың нәтижесінде, газдың арқасы деп айтуға болады, біз 3 жерден газ жылыту қазандықтарын саламыз. Ол енді мынау орталық жылыту желілерін жеңілдететін болады. Сонда 3 ауданда, мынау жағалауда, сосын мынау аэропорт жағында, жаңа вокзал жақта, сол жердегі үйлерге жылу беретін боламыз. Ол енді алдағы 2-3 жылдың ішінде аяқталатын дүние. Қазір жобалау, сосын құрылыс жұмыстары, алдын ала жұмыстар жүруде. Ал енді сіз жаңа су жағын айтасыз, жаз айында судың жаңағы қысымы түсіп кетеді. Себебі жеке секторда барлығы техникалық пайдаланумен де суды пайдаланып жатады. Сосын жоғары қабаттағы үйлерге кейде бір қысымы жетпей жатады, давление судың. Себебі қала жылдам өсіп келеді. Сондықтан біз былтырдан бері жаңадан су фильтрлеп, тазалап, ауыз су беретін станция салып жатырмыз. Ол да үлкен станция. Егер біз суткасіне, тәулігіне 300 мың текше метр су пайдаланатын болсақ, қазір біз енді ол жеткіліксіз болып тұр. Мынау станция бірінші кезең биыл бітеді, толық келесі 23 жыл бітетін болады. Ол 105 мың текше метр суды беретін болады. Сонда қазіргі сұранысты, сонымен бірге жаңадан салынып жатқан үйлерге суды беретін боламыз. Қала қарқынына байланысты біз осы электр желілерінде салуымыз керек, жылыту желілерін, жаңағы таза ауыз су беретін. Сонымен бірге көлік мәселесі бар. Енді сұрақ көп. Осы қаламыздың тыныс тіршілігін, тұрғындарымыздың сұранысын қамтамасыз ететін осындай жұмыстар атқарылуда. Жақсы, Алтай Сейдірұлы, атқарылып жатқан жұмыстармен, алдағы жоспарлармен келіп, уақыт тауып бізге студиямызға бөліскеніңізге, пікір айтқаныңызға рахмет сізге. Қала күні құтты болсын бәрімізге де. Баршамызға Нұр Сұлтан қаласының, елордамыздың туған күні құтты болсын. Әрқайсымыз осы өзіміздің енді үйіміз ғой. Ол бір шаңырақтың астында тұрып жатырмыз.
сондықтан бірге дамытатын болайық. Мереке құтты болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Нұр Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов. Сау, саламат болыңыздар.